Тұрғындар шақырғасын Қуатқа, Жансүгіров пен Титов көшелерінде шарлап шықтық. Шынымен де жол сапасы сын көтермейді. Әсіресе көлік жүргізушілерінің өкпесі қара қазандай. Қымбатшылық қысып тұрған шақта жол кесірінен көлік қайта-қайта сынады дейді. Ең өкініштісі орталық көшелердің өзі қараусыз қалған. Сәуір болса да Іле ауданында тәуір болмай тұр. Біз қазір облыстық маңызы бар жолдың Жансүгіров көшесінің бойында тұрмыз. Көзіміз көргенде дәл осы көшеден адам түгілі көліктің өзі әрең өтеді. Бұл Іле аудандағы ең өзекті мәселелердің бірі. Мына жерден канализация өткен кезінде. Мынау жол жасалған жайыр жақсы болатын. Содан мына жерден канализация жасаған. Сол канализацияны жасады да сол үстін былай латқы жасап, андай жамап кеткен. Содан мынау тесік пайда болды. Содан кейін осындай жол нашар болып тұр. Енді Құдай қаласа, енді акимат көрсе, енді осыны жасайды деп ойлаймыз. Жасаса дұрыс болар еді. Мына жол деген вообще көріп тұрсыздар ғой. Тесік шығып мына жерде. Еще ана главный көшеден қашқан бүкіл машина осы жолмен жүреді.